алақай достар, біз тағы да Джонни екеуміз 3 айға Вьетнамда қалатын болдық. Ура! Заңды түрде спокойно Вьетнамда қалу үшін маған обязательно виза істету керек. Бұл жолы мен виза істетуге вьетнамкалармен баратын болдым. Алдыңғы жолы орыстармен барған кезде 150 мың теңгем кеткен. Одан кейін мына жерде вьетнамкалар тауып алдым. Вьетнамкалар маған 70 мың теңгеге істеп берді, представляете? Виза істетуге менен бөлек тағы да 4 адам барды. Біріншісі мен, қазақ, одан кейін испанка қыздар, Англиядан келген жігіт и Австралиядан келген жігіт. Жалғыз қазақ болып отырған мен. Шетелде өмір сүрген рахат, бірақ енді осындай виза істейтін жерлері қиын да, блин, шаршап қаласың кәдімгідей ше. Менің визамды жасап беріп жүрген вьетнамка қыздарды просто обожаю. Маған қайта жақындап, сізде бәрі жақсы ма, шаршаған жоқсыз ба, қарныңыз ашқан жоқ па деп сұрап, жандарым просто обожаю. Сөйтіп аман-есен визамды жасатып алып үйге қайттым. Айтпақшы Джонниға рахат, Джонниға виза керек емес, бұл спокойно шетелде жүре береді екен, представляете? Все, жандарым, сол бүгінге осы. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.